Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін сіздердің талқылайтын тақырыбымыз мәндес сөздер деп аталады, немесе синоним сөздер. Орысша айтқанда синоним. Оқушылар қазіргі таңда жаңартылған оқулықтарда мәндес сөздерді тап деген тапсырмалар көптеп кездесіп жатады. Яғни мәндес сөздер дегеніміз бұл біздегі синоним сөздер. Бүгін біз сол туралы айтатын боламыз. Оқушылар, жалпы сөз мағынасының 3 түрі бар. Ол бізде синоним сөздер, антоним сөздер және амоним сөздер. Бүгінгі айтатын тақырыбымыз синоним сөздер. Синоним сөздер дегеніміз не? Синоним сөздер дегеніміз мағынасы бір-біріне жақын, мәндес сөздерді айтамыз. Синоним сөздердің өзіндік ерекшеліктері бар. Біріншіден, мағыналар бір-біріне жақын сөздер. Екіншіден, бір ғана сөз табына қатысты болады. Үшіншіден, әртүрлі дыбысталып айтылады. Төртіншіден, синонимді білу тілді байытады. Және бесіншіден, синоним сөздер талғампаз болып келеді. Оқушылар, синоним сөздер орыс тілінде де және қазақ тілінде де анықтамасы бірдей. Орыс тілінде слова, близкие по значению и отвечающие на один и тот же вопрос, называется синонимом. Например, мысалы, алфавит азбука, весело, радостно, скакал, прыгал. Енді мысал келтіретін болсақ, оқушылар, синоним сөздерге, мысалы, оқушы сөзінің аудармасы бізде ученик. Оған синоним болатын сөз бізге шәкірт. Яғни оқушы деген сөз бізде зат есім, яғни имя существительное болғандықтан, оған синонимдік қатарда жасайтын сөзде бізде зат есім болады. Екінші, мысалы, мұғалім деген сөзді алатын болсақ, яғни аудармасы учитель, синоним сөздері ұстаз және оқытушы. Үшіншіден, кісі, кісі сөзінің аудармасы бізде человек, ал синонимі адам. Сұлу деген сөздің синоним табатын болатын болсақ, әдемі, көрікті, әсем, көркем, ажарлы. Яғни орысша айтқанда красивый. Яғни мұндағы сөз табы бізде сын есім болғандықтан, синоним сөздердің бәрі бізде сын есім болады, яғни имя прилагательное болады. Одан кейін үлкен, дәу, орысшасы бізде большой. Образованный, яғни оқымысты, білімді, сауатты, зиялы деп жазуға болады. Вылечиться, яғни жазылу, сауығу, айығу. Соңғы бізде мысалға келтірілген сөз уважаемый, яғни құрметті, ардақты, қадірлі, қымбатты деген синоним сөздерді жазуға болады. Оқушылар, бүгінгі мәндес сөздер, яғни синоним сөздер түсінсек, осы тапсырманы орындап көріңіздер. Берілген сөздердің синонимін тап. Туыс, әдемі, зат, ақша. Бүгінгі тақырыпты түсінді деп ойлаймын. Оқушылар, сау болыңыздар.